Қайырлы күн. Миланның арт-деко стилінде жасалынған орталық вокзалынан Кома қаласына бір күндік саяхатымыз осылай басталды. Қазір осындай терминал арқылы өзімізге Кома мекеніндегі Варенна қаласына билет сатып алдық. Бағасы 9 евро. Станцияға жоғары көтеріліп, өз бағытымызды іздей бастадық. Міне, мынандай табло арқылы біздің бағыт 5. Ал олай болса, кеттік 5-ші бағытқа. Міне, алдарыңызда көріп тұрғандай бұл 5-ші бағыт. Осы бағыттың жанындағы сары автомат арқылы билетіміз скан жасатып, пойызға міндік. Осы пойызбен шамамен 1 сағат аралығында Варенна қаласына жетеміз. Бұл алдарымыздағы Варенна қаласы. Осылайша мен бүгін Кома мекенінің Варенна қаласының керемет табиғатының куәгері болып тұрмын. Осылай Кома мекеніне саяхатымыз басталды. Алдымыздағы аллеямен Кома көліне бағыттадық. Осы бағытпен Италияның солтүстігіндегі Ломбардия аймағындағы Швейцария шекарасына жақын жерде орналасқан Кома аймағындамыз. Варенна қаласы Кома көлінің ең әдемі қалашықтарының бірі. Маған Кома көлінің суы салқын болып сезілді, алайда кейбір туристер үшін ол кедергі болмады. Осы алдымыздағы көк линия бұл бізді портқа апаратын жол. Осы линия арқылы жүріп, біз өз бағытымызды портқа табамыз. Мына жерден лестницадан төмен түсеміз міндетті түрде. Осылай жүріп портқа жеттік. Осы жерде очередке тұрып, өз очередіміз жеткен кезде кассадан билет аламыз. Олай болса, келесі баратын бағытымыз біздің Кома өзенінің Лена қаласы. Кома көлінің танымал болуының басты себебі оның керемет көрінісі. Жартасты орманды жағалаулары, ескі виллалары мен сарайлары, наурыз айы мен қазан айы аралығындағы гүлдейтін бақтары, ежелден жазушылар мен суретшілер шабыт алатын мекен болған. Леонардо да Винчидің өзі біраз уақыт осы жерді мекендеп жұмыс жасаған. Кома көлінің ең әдемі шағын қалашықтары: Варенна, Виладжо, Минаджо, Лена қалашығы. Осы Лена қаласынан қазір баратын жеріміз ол Вилла Балбанелла. Осы жерден бұрылып, шамамен 20 минут аралығында жаяу Вилла Балбанеллаға жетеміз. Осындай кішкентай тротуармен жоғары көтерілдік. Осындай шыңмен ормандардың арасында 20 минут аралығында бізде келіп жеттік. Осы жерден бір адамға шамамен 14 евро вилланың ішінде емес, баққа билет сатып алдық. Бұл Кома көлінің керемет виллаларының бірі Вилла Балбанелла. Вилла Балбанелла казино, рояль, Звездный воин секілді кинолар арқылы көпшілікке белгілі. Вилла 18 ғасырда салынған. 20 ғасырдың 50 жылдары америкалық отбасына тиелі болған. Ал 70 жылдары оны қалпына келтірген миландық миллионер әрі саяхатшы Гидо Манзино. Гидо Манзино әлемнің 21 елінде саяхатта болған. Ол дүниеден өткеннен кейін Вилла Балбанелла мемлекеттік музейге айналды.
Келесі көретін жеріміз ол керемет видео фотолокация. Бұл мен болған керемет жерлердің бірі. Әдемі гүлдермен безендірілген. Жан-жағын қоршаған Кома көлі мен биік таулар. Логикалық тұрғыдан түсіндірілмейтін керемет жер. Que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás Вилланың ішінде әлемнің түкпір-түкпірінен келген мүсіншілердің өнері бар. Осымен вилла Балбанелладағы саяхатым аяқталды. Италияда тағы маған ұнағаны осындай тегін су құбырлары. Осы Лено қаласының портынан Белладжо қаласына осы жерден билет аламыз. Біз келген аймақ керемет Белладжо қаласы. Осы порт арқылы қазір біз Варена қаласына жетеміз. Варена қаласының станциясынан Милан қаласына осы жерден қайтадан қайтарға билет алдық. Сіздермен болған мен Айнұр, Сан-Марино мемлекетінде көріскенше.